Бұл мекемеде энергосистемада жұмыс істеп келе жатқаныма 15 жыл болды. Биыл 2008 жылдан бастап, қазан айынан бастап жұмыс істеп келемін. Бастапқыда келгенде, ол кезде біздер жас болатынбыз, жасымыз 22-де, ешқандай ондай бір қатер, қауіп, қорқыныш деген болған жоқ. Содан кейін бәрін уақытымен, кезеңімен үйрендік. 2012 жылдан бері атқарып келе жатқан қызметім қазір өмірімнің маңызды бір бөлігіне айналды. Энергосистема мекемесіне 2021 жылы электромонтер қызметіне келген болатынмын. Ол жұмысқа келген кезде ең басында қорқыныш болатын. Уақыт өте келе жұмысыма үйреніп, қазір адал, тиянақты жұмыс жасап келе жатырмын. Ақтөбе өңірі бойынша диспетчер қызметінде жұмыс жасайтын әйелдер осы Хромтау қаласында ғана. Кейбір адамдарға бұл жұмыс мағыналы болмауы мүмкін, алайда бұл жұмыс ер азаматтардың табиғатына сай жұмыс. Диспетчердің жұмысы жалғыз телефонға жауап беру емес, бұл деген халықтың өмірі мен қауіпсіздігі. Біз тұрғындар өмірінің сақшыларымыз. Қызығы мен шыжығы мол, қиындығы қатар жүретін электромонтерлік қызмет әйел адамдарында қолынан келетінін дәлелдеп жүрміз. Балалармен бірге отырып, электроэнергияны үнемдеуді айтудан шаршамаймыз. Қауіпсіздік ережелерді сақтаймыз. Себебі мен балама беретін тәрбие болашақта нық іргетастың қалануына әсер етеді. Мен алтын ережені ұстанамын. Менімен бірге отбасымда ұстанады. Үйде жарықты қосулы қалдырмаймыз, бір-бірімізге айтып жүреміз. Үйде балама тоқпен ойнауға болмайтынын күнделікті ескертіп отырамын. Себебі электроэнергиясымен ойнау қауіпті. Көктем жаңарумен құлпырудың мезгілі. Жұмысымыз қанша қиын болғанмен, көктем мезгілінде өзімізді жайдарлы, жайсаң көңілді сезінеміз. Осы орайда барша нәзік жандылар қауымын 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға қуаныш пен шаттық, Үлкен әйел бақытын тілеймін. Мереке құтты болсын, сұлулар.